Құрметті оқушылар, бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 7 сынып. Сабағымыздың тақырыбы жау тылындағы бала повесі. Бізге берілген оқу мақсаты эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармалардағы автор бейнесін анықтау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Менен сұрақ, сізден жауап әдісі, яғни сұрақтарға жауап беру. Бірінші сұрақ: тәуелсіздік үшін күрескен боздақтарды атаңыздар. Екінші сұрақ: бейбіт күннің батырлары кімдер? Келесі: жау тылындағы бала. Бізге тұжырымдама кестесі берілген. Мұнда шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекетін теріп жазып, автор берген портреттік мінездемемен салыстырыңыздар. Кейіпкерлер: Серік, Борис, Анна Ивановна және Жамал. Кейіпкерлердің іс-әрекеті және автор берген портреттік мінездеме. Өзіңізді тексеріңіз. Кейіпкерлер: Серік, оның іс-әрекеті өскен атты әскер командиріне артиллерист болғысы келеді. Автор берген портреттік мінездеме: жас партизан, патриот, тапқыр, қырағы, жақсы, барлаушы. Келесі кейіпкер бізде Борис, Серіктің жан досы. Кейіпкердің іс-әрекеті бұл және автор берген портреттік мінездеме: партизан, жасы Серікпен шамалас. Келесі кейіпкер Анна Ивановна. Оның іс-әрекет: екі балаға қорған бола білген ана. Портреттік мінездеме: комиссар Савченконың жұбайы, Бористің анасы, партизан. Келесі кейіпкер Жамал, Серіктің анасы, баласын жау оғынан қорғап қаза табады. Автор берген портреттік мінездеме: қара торы, толық денелі, қою қара шашты кісі. Бізге келесі тапсырма: кейіпкерлер бейнесін сомдаңыздар. Яғни кестенің екінші жағын толтыру. Бізде Жомарт пен Жамалдың күдігі мен қорқынышы берілген және Серіктің тапқырлығы мен қырағылығын автор қалай көрсетті? Сұрақ: келесі шығармада Анна Иванованың аналық қамқорлығы қалай көрінеді? Шығармадағы ана бейнесін сомда. Өзіңізді тексеріңіз, яғни кестенің екінші бөлігін толтырған жағыңызды тексереміз. Бізде Жомарт пен Жамалдың күдігі мен қорқынышы. Ерлі-зайыпты Жомарт пен Жамалдың күдігі шындыққа айналып сұрапыл соғыс басталады. Екеуі қош айтысып, жолдары екі айырылады. Бір-біріне адал, қамқор жандар. Келесі: Серіктің тапқырлығы мен қырағылығына автор қалай көрсетті? Туған анасынан айырылғаннан кейін ана орнына ана болған Анна Ивановнаны неміс офицерлерінің алдында біраз сөзімен құтқарып қалады. Келесі: шығармада Анна Иванованың аналық қамқорлығы қалай көрінеді? Шығармадағы ана бейнесін сомда. Яғни Серікке өзінің баласымен бірге біреудің баласы деп бөліп жармай аналық мейірімін көрсетіп қамқор бола білді. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен аналардың асылдығында шек жоқ. Кері байланыс тапсырмасы бізде 126 бетте, яғни оқулығымызда 16 тапсырма берілген. Мұнда кейіпкерлер партизандар, полициялар, фашист басқыншылар бейнеленген, олардың іс-әрекеттері белгіленген. Сіздер менің ойымша деген бөлігін толтырып, кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға бересіздер. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.